Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен судағы қауіпсіздік шаралары тақырыбында ашық топ сағатын бастайық. Судағы қауіпсіздік шаралары тақырыбында топ сағатымыз. Білесіздер, алдарыңызда жаз келе жатыр. Жазда жаңа барлығымыз осы суға шомылу жаңағы маусымы басталады. Соған байланысты бүгінгі топ сағатымыз осы қауіпсіздік шараларына байланысты. Су сенің досың және дұшпаның дейді. Демекші, жаздың ыстығында күнге және ыстық құмға қыздырыну, салқын суға шомылу жанға сондай жайлы. Бірақ жас балалардың суға шомыла білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік ережелері шараларын орындамауы, орны толмас қайғы мен өкінішке айналып жатады. Сондықтан осындай келеңсіз оқиғаларды болдырмау үшін төмендегі ережелерді орындаған жөн. Сіздерден бірінші сұрасам, осы суда қауіпсіздік ережелерін білеміз ба? Қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Жауап берейікші. Қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Суда шомылып жүрміз, жаз келген кезде осы суға шомылуға барамыз барлығымызда. Сол кезде біз бірқатар осы ережелерді орындауымыз керек. Белгіленген аумақтан шығып кетпеу. Иә, дұрыс айтасыз. Тағы қандай? Онда соған оралайық. Суда шомылудың қауіпсіздік шаралары дейді. Суға шомылатын жерді жалпы жағдайда судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыздар. Яғни жаңағы шомылатын жер ма, басқа жер ма, соны бірінші біз мұқият тереңдігін барлығын тексеріп алуымыз керек екен. Екінші, тамақты ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Яғни тойып алып шомылуға болмайды екен. Үшінші, суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда ғана шомылыңыздар. Мысалы, біз жаңағы шомылуға барған кезде сол жерлерде өзі шомылатын жерді белгілеп қояды. Сол белгіден біз алысқа ұзап кетпеуіміз керек. Өте ұзақ шомылмаңыз дейді. Өзіңізді шаршауға және тонып қалтырауға дейін жеткізбеңіз. Яғни суда шомылған кезде біз жаурағандай сезімде болсақ, онда біз судан шығуымыз керек. Суға түскенде бір-бірімізді көзден таса қылмаңыз дейді. Яғни бір-бірімізге қарап жаңағы шаралар. Қоршау белгілеріне тысқары аумаққа шықпаңыз. Яғни біз шомылуға барған кезде өзі белгілі бір аймақты көрсетеді бізге. Осы аймақтан біз ары қарай шықпауымыз керек. Бұл біздің өзіміздің жаңағы өмірімізге өте керекті нәрсе. Техникалық ескерту белгілерінің және басқалардың үстіне шықпаңыз. Жаңағы ескертулерді біз ескеруіміз керек екен. Көлдерде, тоғандарда, тоқтау сулар мен шалшық суларда шомылудың қауіптері дейді. Яғни бұлар, мысалы, өзендер мен көлдерде, тоғандарда, тоқтау сулар мен шалшық сулар шомылудың қауіптілігі мол. Себебі инфекциялы аурулардың қоздырғыштары ағын суда 300-183 тәулік, дизентерия 12-92, оба 4-92, тулеремия дейді 7-31, бруцеллез 4-45 тәулікке дейін өмір сүре алады дейді. Яғни бұлар көбінесе мынау ақпайтын бір орында тұрып қалған суларда осылар көбірек өмір сүреді екен. Ол жер бізге шомылу өте қауіпті екен. Суда құтқару қызметінің мамандары су айдындарындағы адам өлімін болдырмау мақсатында халық арасында үгіт насихат жұмыстарын жүргізуде. Бірақ соған қарамастан облыс су айдындарында суға бату жағдайлары көптеп орын алуда. Су аймақтарда тұрған ұйымдардың барлығы өз меншіктерінің орналасуына байланысты адам өмірінің қауіпсіздігін үшін міндеттеледі. Суда батушыға көмек көрсету үшін жақсы жүзіп сүңги білу керек. Құтқару тәсілдерін дұрыс орындап, батушы құшағынан құтылып кету үшін оны жағаға алып шығу тәсілдерін білу керек. Яғни кез келген жерде осындай құтқару қызметі болуы керек. Бұл жерде жаңағы төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Жыл сайын облыс аумағында су қоймаларында адам қазасына байланысты күрделі жағдай туындап отыр. Облыс аумағындағы соңғы 6 жыл ішінде су қоймаларда 265 адам суға кетсе, соның ішінде 38-і балалар.
екен. Осы судағы қауіпсіздік ережелері жаңағы қоршау белгісіне әрі жүзбеңіз, тыйым салынған орындарға суға түспеңіз, суға шомылған кезде бейнекамераны, допты, тақтайшаны қолданбаңыз, көпірден, бөгеттен, қайықтан және катерден суға секірмеңіз, өтіп бара жатырған катердің жаңағы пароходтың және қайықтың астынан жүзіп өтпеңіз, таныс емес жерде жаңағы сүңгімеңіз, суда тентектікке жол бермеңіз, жалған дабыл бермеңіз. Осындай белгілерді жаңағы бізде осы төтенше жағдайлар департаменті жаңағы суға шомылушыларға ескертіп отырады екен. Яғни мына жерде тұр, жаңағы қайықта ойнап шайқалтуға болмайды. Жаңағыдай қайықтан келіп кетіп жаңағы суға кету жағдайларда болуы мүмкін. Қайықпен бір-біріңді қуып ойнауға болмайды. Осындай шаралар біз ескеруіміз керек. Қайықта отырып төменге еңкейме, жаңа суға жүзе алмасаң терең жерге суға түспе. Өзен көлдің түбі әрдайым өзгерісте болады. Жаңа мысалы кейбір жерлер терең болып кетуі мүмкін, кейбір жерлер таяз болуы мүмкін. Суға түсіп жүріп, ойнап батып барам деп өтірік айқайлауға болмайды. Осындай шаралар біз ескеруіміз керек. Суда қайықпен жүзіп бара жатып, жағалаудағы талдарға жармасуға болмайды. Суда бөренеге отырып немесе қолдан жасалған таяқшалармен жүзуге болмайды. Бұл көбінесе осы жүзе алмайтындарға байланысты. Суда жүзе білмесең, өрілген матраспен немесе баллонмен алысқа жүзуге болмайды дейді. Бұны қалай түсінеміз? Осыған ойымызды айтайықшы. Баллонмен алысқа жүзуге болмайды дейді. Иә. Апай суға түсе алмайтын адам өзі так біледі, алысқа жүзе алмайды. Суға түсе алмайтын адам так бармайды ғой алысқа деген. Ұзаққа кетіп қалуы мүмкін. Иә, содан апасын апай батып кетуі мүмкін. Бірге сол матрасмен бірге батып кетуі мүмкін, жүзе алмаған жағдайда бұл. Суда бірін-бірі батырып ойнауға болмайды дейді. Соңғы жаңа қайығымен аяқталуы мүмкін, мысалы тұншығып қалып, мысалы сондай жағдайлар орын алуы мүмкін. Таныс емес жердегі суға секірмеңіз, су астында қауіпті заттардың болуы ықтимал дейді. Өте дұрыс айтылған. Мысалы, сен оның астында не бар екен білмейсің. Арнайы белгіден асуға болмайды. Қайыққа тек арнайы орындардан ғана мініп түсуге болады, мына жерде. Қайықтың бір жақ қабырғасымен отырма дейді. Яғни бұл жерде жаңа қайық аударылып кетуі мүмкін. Суда жүзіп келе жатқан жүзу құралына қарай жүзбе және арнайы белгіден асып жүзуге болмайды. Суда жүзу құралына қарай жақын жүзсеңіз, сізді қалағының соғып кетуі мүмкін. Бағана ескертілді сіздерге жаңа келе жатқан қайықтың ненің қасынан жүзуге болмайды екен. Енді осындай жағдай болды ма? Осы аяқ қол тырысуы болғанда сіздің іс-әрекетіңіз дейді. Мысалы, сіз суда жүзген кезде осы аяқтың тамырының тартылуы, осындай жағдайлар болады. Балтырдың тамырының тартылуы, осындай жағдайлар болды ма сіздерде? Суда шомылған кезде. Болды. Осындай жағдайлар көп орын алады. Сол кезде не істейміз? Яғни суық суда шомылып қол-аяқтың тырысып қалуына әкеліп көбінесе салқын суларға түскенде осындай жағдайлар көп болады, Егер тырысу болған, массаж жасайды апай жерге. Енді соны көрейік. Егер тырысу болған, мысалы, жаңа жүзуді тоқтатып, суға арқаңызбен шалқайып жатыңыз, сабырлық сақтаңыз дейді. Қолыңыздың саусақтары тырысып қалғанда, жұдырығыңызды түйіңіз, қолыңызды бір жаққа қарай серпе лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз дейді. Осындай жағдайларда жаңағы жұмсару мүмкін. Қолдың тартылуы да мүмкін, көбінесе мынау тамырлар көбінесе осы суға түскенде қатты тартылады. Келесі жаңа балтыр бұлшық тырысқанда бүгіліп қолыңыздың, аяғыңыздың басын қысып бар күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз, немесе аяғыңызды судың астына созып, аяғыңыздың бармақтарын алға иіңіз дейді. Содан соң балтырыңызды сылаңыз. Сондай жаңағы аяқтың бармақтары жаңағы неғып қалғанда, тартылып қалған кезде осындай жағдай жасау керек екен. Тырысу жаңа қойысымен тынығып алып, жүзудің басқа әдісімен жағаға шығыңыз дейді. Осындай тырысқан кезде біз осындай нелерді жасап, жаңағы судан шығуымыз керек. Келесі. Су иірімінен шығудың тәсілдері дейді.
Егер иірімге тап болсаңыз, кеудені кере дем алып, иірімнің астына сүңгіңіз. Судың астында иірімнен алысырақ кетіп өтірсіңіз. Иірімнен алыстаған соң судың бетіне қайта шығып, жағаға қарай жүзіңіз дейді. Осы иіріммен кездескендеріңіз болды ма? Апай, иірім деген не ол? Иірім деген судың ортасында бүйтіп айналып тұрады ғой, мынандай болып. Болады, кейбір суларда болады сондай иірім. Сондай болды ма? Шомылғанда. Кейбір суларда өзі ортасына бүйтіп кәдімгідей ұйық болып неғып тұрады. Иіріліп су. Жоқ, апай, ондай болмаған менде. Ондай жерлер өте қауіпті, ол жаңағы өзін төменге қарай алып кетеді. Егер түсіп кететін болсаңдар, ол төменге қарай тартып кетеді адамды. Ол өте қауіпті ол. Ондай нәрсе ешкім кездестірмей ақ та қойсын. Келесі, суда қатты шаршаған кездегі іс-әрекет дейді. Суда ұзақ шомылу шаршап шалдығуға әкеліп соғады. Егер суда шаршасаңыз, немесе тоңсаңыз, тез арада жағаға қайтыңыз, сабыр сақтаңыз. Әлсін шалқала жатып дем алыңыз, күшіңізді үнемдеңіз, өзіңізді және уақытты бағалау үшін жаймен дауыстап санаңыз дейді. Егер өз күшіңізбен жағаға жете алмайтыныңыз сезсеңіз, шалқалай жатып, қолыңызды бұлғап, көмекке шақырыңыз дейді. Не? Осындай біз жаңа суда қатты шаршағанша шомылмауымыз керек, жаңағыдай шаршаған жағдайда біз судан шығып, жаңағы демалуымыз керек. Көбінесе біз суға шомылғанда жаңағыдай қатты шаршап және қатты тонуға болмайды. Ол кезде біз судан шығуымыз керек. Судың қауіптілігі дейді. Яғни бұл суық суға түсіп кеткен адам дейді. Яғни бұл көбінесе қай уақытта болады? Суық су қыста, қыста мына аяқ астынан кейде жаңағыдай мұздардың үстімен жүргенде кейде ойылып кетіп, осы судың астына түсіп кететін сондай жағдайлар орын алады. Яғни суық суға түсіп кеткен адам дейді, 10-30 минутта көбінесе суық өтіп қайтыс болады дейді. 5-15 минут қимылсыздық суықтан қалуға және өлімге әкеліп соғады дейді. Суық судан шығарылып аман қалған өзінде жиі есінен танады. Организмнің жалпы салқындауы қатты шаршағанда, ашыққанда, мас күйінде тезірек болады. Физиологиялық ерекшеліктерге байланысты әйелдер суық суға төзімдірек болады. Ерлер 4-5 минуттан соң ақ жүректер тоқтап қалуы мүмкін. Суық суда клиникалық өлім 30-60 минутқа, жылы суда 5-6 минутқа созылады. Тұщы суға батқан адам 1-3 минутта, ал теңіз суында 7-8 минутта қайтыс болады. Сондықтан суық суды әрбір секунд қымбат дейді. Енді осындай нелерді біліп жүріңіздер. Құдай басқа салмасын бұндай нәрселерді. Жасанды тыныс алу жолдары дейді. Яғни осы мысалы суға кеткен адамды біз құтқарғаннан кейін қандай жаңағы көмек көрсетуіміз керек, алғашқы көмек. Айта аламыз ба? Қандай көмектер көрсетуіміз керек? Искусственное дыхание. Жасанды тыныс алу. Жасанды дейді. Тағы не бере аламыз? Скорый шақыру керек. Оған дейміз, алғашқы көмектерді жасауымыз керек. Міне мына жерде бізде көрсетіліп тұрғандай, жаңағы аурудың басын шалқайта қатты заттың үстіне жатқызу дейді, түймелерін ағытып, кеудесін жалаңаштау, мұрны мен аузын дәкемен жауып, минутына 16 рет ауа үрлеу, яғни ауа жіберу. Суға кеткенде етпетіне жатқызып, өкпесін судан тазартып тұстыру дейді. Жүрегі тоқтап қалса, кеудесін қос қолдап ырғақты басу дейді. Әрбір 5-6 басқаннан соң аузына ауа үрлеу. Тамыр соғуын ұдайы тексеріп, қадағалап тұру дейді. Міне осындай біз алғашқы көмекті көрсетуіміз керек. Жалпы түсінікті болды ма сіздерге? Енді сіздерге сұрақ жаңағы суда қауіпсіздік ережелерін атап өттім. Қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Судың тереңдігін біліп алу. Суға тамаққа тойып алып түсуге болмайды. Тағы да? Суға түсе алмасаң, специальный баллончикмен түсу керек, и алысқа бармау керек. Тағы да? Өтірік батып жатырмын деп айқайлауға болмайды. Бір-біріңді ойнап батыруға болмайды. Дұрыс айтасыз. Болды, апай, мен білгенім осы.
содан кейін көбінесе жаңағы бірге барған адамдарыңызға қараулап жаңағы көз қырын салып, әсіресе балаларды біз жеке жібермеуіміз керек. Иә. Мысалы көбінесе отбасымен барамыз, жаңағы туысқандармен, достармен барасыңдар, мысалы сол кезде бір-біріңе қарайлап, жаңағы бір-біріңді іздеп, жаңағы сол белгіленген аймақтан шықпай сол жерде жүзу керек екен. Жалпы судағы қауіпсіздік ережесі түсінікті болды ма сіздерге? Иә, апай, жалпы барлығымызға түсінікті болды ғой бүгінге судағы қауіпсіздік ережесі? иә, апай, бәрімізге түсінікті болды. Түсінікті болса, онда бүгінгі топ сағатын жабық деп жариялаймын. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет қатысқандарыңызға. Сау болыңыз. апай. Сау болыңыз, апай, рахмет. Сау болыңыздар.